Ал Аяла мен оның ағасы Ерсұлтан екеуі бүгін шармен көп тапсырмаларды орындайтын болады. Біз осы шарлармен бірнеше ойындар ойнайтын боламыз. Біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Қандай ойын ұнады, ойларыңызды жаза отырыңыздар. Және де біз келесі жолы одан да қызықты ойындар түсіретін боламыз. Ал бастаймыз. Бірінші тапсырма бізде шарды ауаға лақтыру, яғни бір-бірлеріңе лақтырып ойнайсыңдар. Аяғына дейін тыңдаймыз, Аяла. Шарды Аяла мен ағасы бір-біріне ұрып, жерге түсірмей ғана ойнау керек. Егерде жерге түсіріп алса, кім түсіреді, соның ұпайы шегеріледі. Кім 3 рет түсіріп алса, сол ойыннан шығады. Түсірмеген адам жеңімпаз атанады. Бірінші ойынды бастаймыз. Мен аттаным ғой. Кәнекей. Бастаймыз. Сендерге 1 минут уақыт беріледі. Дұрыс қой, бір шарды алып, бір-бірлеріңе лақтырасыңдар. Бір шарды ғана алып, бір-бірлеріңе лақтырасыңдар. Түсіріп алмаңдар жерге. Аяла, ағаңа қарай берсей. Ағаңа қарай лақтыр, ақа. Болмайды, Аяла, есептелмейді. Бір ұпай шегеріледі Аяладан. Аяла қағылмай қалды. Так, 3-ші попиткасы қалды Аяланың. Аяла, қолмен бер. Отылды. Аяла отылып қалды бұл ойыннан. Келесі жолы жеңеді деп сенеміз. Аяла, алға. Күшіңді жинап ал. Енді екінші тапсырма. Екінші ойынымыз шарды шелекке дәл түсір. Енді қолдарыңыздағы шарды, балалар, шелекке лақтырамыз. Кім көп түсіреді, сол жеңімпаз атанады. Бірінші қанатын бастайды. Екінші шарты, мен шелекті, яғни ердегі ыдысты алыстатып отырамын. Екінші лақтырған кезде алыстатамын. Үшінші лақтырған кезде одан да қатты алыстатып отырамын. Сендер сол орында отырып, салып үлгерулерің керек, лақтырып. Бала, кәнекей бастаймыз. Түсті ме? Молодец. Ала ғой. Ала ғой, енді Ерсұлтан. Ерсұлтан шәмәл ары отыр. Аяла, енді ыдысты алыстатып жібер. Ыңғайлы ыдыс таппағасын, бір ыдысты неғып қойдық, О, түскен жоқ. Екінші Ерсұлтан. Тағы да кішкене алыстатып қойайық. Енді қатты лақтырып түсіреміз. Сіздер тіркелмедіңіздер, өткен лайк баспаңыздар, сосын түспей атқан. Бастамаңыздар. Достар, кінәлі ма енді? Қолдап кетіңіздерші, достар. Аяланың YouTube каналын жаңадан бастады. Сосын біз сіздерге күшті видеолар түсіреміз.
түсіреміз, я? Ерсұлтан лақтырдың ба сен? Иә. Лақтыра алмадың ба, түсіре алмадың ба ішіне? Аялада 1 ұпай, я? Жақсы, аялада 1 ұпай. Енді есеп 1-1, жаңа жеңіліп қалып еді ғой. Я? Есеп 1-1. Енді 3-ші ойынды айтайын. Қалай 1-0? Жоқ, дұрыс қой. Бұл 2-ші ойын. Екеуің теңесіп тұрсыңдар ғой. 1-1. Бағана 1-ші ойында аяла жеңіліп қалды. 2-ші ойында аяла ұтып тұр, е? 1-1 демек. Енді 3-ші тапсырманы айтайын сендерге. Ал 3-ші шармен ойынымыз біздің қолдарыңдағы 3 шарды 3 рет әрекет етесіңдер. Яғни мен сендерге мынандай трубочка беремін. Осы трубочкамен үрлеп шарды финишке жеткізу, мына сызыққа асыру, сызықтан асыру. Кім бірінші, сол жеңімпаз. Шарды үрлеп отырып, 3 шарды да финишке жеткізу мына сызыққа. Ал, бастаймыз. Ерсұлтан жеңімпаз болды. Аяла 2-ші. Ерсұлтанда 2 ұпай, аялада 1 ұпай, е? Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Ана Лена сызықты алып тастай сал, балам, қызым. Келесі тапсырма. Шарды тасымалдау жарысы. Яғни шарды қолдарыңа ұстамайсыңдар. Тек денемен иық, бас, тізе солайнан ұстап. Олай бола ма, анашым? Солай болсын. Или тіземен, или, в общем, қай жермен ұстағаның келеді, бірақ қолмен ұстамайсыңдар. Жерге түспеу керек, я? Жерге түспеу керек. Солайнан ұстап, енді шарды, қараңдар балалар. Белгіленген жерге дейін әкелесіңдер. Түсіп кетсе, қайтадан бастайсыңдар. Түсіп кетсе, шарларын қайттан бастайсыңдар. Мынау сызықтан асырып, денемен ұстап, шарды алып келесіңдер. Аяла розовый шарды, Ерсұлтан көк шарды. Барлығын әкеп, осы сызықтан асыру керек. Тек денемен. Бастаймыз ба, дайынсыңдар ма? Иә. Тек қана денемен ұстаймыз, алып келіңдер енді, сызықтан асырыңдар. Қолмен ұстап қойдым. Тұрып сіз. Тұрамыз. Тұрамыз ба? Қолмен істеп қойдың, қайттан басынан баста. Қалдым. Отыз қолын айла. Қайттан басынан баста аяла. Жарайсыңдар. Ерсұлтан ба жеңімпаз бұл жолы? Ерсұлтан жеңімпаз. Шардың бәрін бірінші әкелді, денесімен, басымен ұрып. Жарайсыңдар. Демалып алыңдар, келесі тапсырмаға көшеміз. Ал достар, келесі тапсырма Аяла мен Ерсұлтанға шарлардың ішінде тапсырмалар жазылған қағазда. Шарды жару арқылы ішіндегі тапсырмасын орындаймыз. Жақсы ма, түсінікті ма? Енді розовый шар Ерсұлтанға, көк шар
Аялаға болсын, бұл жолы. Ал 1, 2, 3 кім бастайды? Ерсұлтан бастасын бір жолы. Мама. Жиырма приседания. О, саған түсіпті мінекей. Әдейі розовый тапсырманы, розовый шарға жаңағы Ерсұлтанға деп өзім тапсырмалар жазып қойғанмын. Жасай ғой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Шашақ қалында енді 20. Қалай істейсің? Приседание ма? Қайсысы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ой, жарайсың, Ерсұлтан. Конечно, сен деген спортсменсің ғой. Күнде спортқа барады, спортқа шұғылданады. Мынандай медальдары бар өзінің, Ерсұлтанның мынандай. Таныстырып қоя салайын бұны да, иә. 1-ші орын, 3-ші орын алған медальдары бар. Достар, қорықтым, сіздер үшін істеп атырмасын. Мама. Қандай тапсырма екен? Кәнекей. Тұрамыз аяла. Ағана жылы сөз айт Ағаңа жылы сөз айт. Ал қандай сөздер айтамыз аяла ағамызға? Жылы сөзді Айта ғой ағаңа. Аға, сен жақсы өмсен, қамқорсың, сен маған күнде тәттілер алып берсін, сен спортсменсің. Спортсменсің де. Спортсменсің. Сен хат жақсы көрем. Жарайсың. Енді кезек Ерсұлтан. Сен сабақты жақсы оқиды. Сабақты жақсы оқиды, иә, дұрыс айтасың. Шыңғырма шая. Ауада 10 рет ұрып тұр. Шарды ауада 10 рет ұр. Қалай? Ауада. Қалай ма? Қалай? Иә. Ясын. Түсіріп алмай, 10 рет ұру керек. Маған ішіне не бар? Bir tur Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Келесі аяла. не жаппейді. Давай. Bir аяқпен секіріп ән айт. Ал, қандай ән айтасың? Күшті әндерің бар еді ғой, капучино, тағы қандай әндер бар еді? Bir аяқпен секіріп тұрып айтасың әнді. Қандай өлең айтасың? Көктен анда бар, мінетін кастыстан бар, осыма дұштамыз. Неше өлең айтсадың? Ақ көйлек сосын? Сосын осыма дұштамыз. Осыма дұш дейді, ол қандай өлең тағы да. Ал, тренд? Ерсұлтан. Мама. Мына шардың дауысын видеодан жауып тастайын ба, не істеймін? Күлкілі дауыс шығарып бізді күлді. Иә, күлкілі дауыс шығарып бізді күлдір ал. Бізді күлдіреді ал, аяла. Сахна төрінде Ерғазы Ерсұлтан бізді клоун болып күлдіреді.
Күлкілі сөздер айтасың ба, не істейсің? Күлкілі қимыл көрсетесің ба? Күлкілі қимыл. Иә. Alo. Qara. Qara, o'sirasizlar. Күлдірді аялы. Жарайды, аяла келесі. Ей, я сенікі екен ғой. Ана менің өткен жатпыз. Даусын. Лақтырсам болды, жарылады екен, күшті екен. Су тұр. Неткен мергенсің өзің. Енді су болса ашса енді. Шар. Су болған шар. Ажып су. Не деп тұр екен? Papanın. Мен. Papanın. Или маманың. Papanın либо маманың бір Өнерін көрсет. көрсет. Бір. Стопреншті. Достар, аяла кетіп қалды, яғни папаның немесе маманың рөлін сомдаймын деп өзі жазған ол тапсырманы. Келесі бөлмеге дайындалып келуге кетті, күтіп тұрмыз. Ал аяла дайынмын дейді. Басталды, аяла. Осы жұмыстан шаршап келем, осы балдар ше, шашымды ағар достар ше, бір көмектесу деген жоқ ше бұларда. Benim ağır үйді не шашып тастансыңдар, Bak, шашымды ағарып кетіңдер, орамал тағып жұмады. Дәл шаш қалған жоқ, ақ шаш клей. Не мынау, не? Үшінде саташ. Ертең өскенде, сендер де шашап білесіңдер. Өстіп ұрсасыңдар. Жина отыз. Бұл не тұрсын ойлады? Дұрыс. Жинасай. Не тұрсын? Шашып берім осы жұмыстан ше. Бір көмектесу деген жоқ ше бұлар. Жинаdım. Аяла, сен мамаң осылай істей ма? Жоқ, қатал мама. Қатал мама ма? Жоқ, мен де ұрсам ғой өстіп жұмыстан келген кезде. Үйді шашып тастасаңдар, иә? Кез келген мама шашып жария өстіп, иә? Тапсырманы Сабанды оңдады ма? Бар оқ сабанды ма? Бар оға сабанды. Достар, Осы қымыр футболканы сабаны аппеңіз. Үшін әлі. Қытайский киім. аяла рөлге еніп кетті, достар, рөлден шыға алмай жатыр. Аяла, сен қызсың, аяласың. Аяла болды, айқайлай бермеш. Достар, мен ролім ойнаса, лайк баспетіңізде, достар. Аяла өсірейді, қатал мама болады. Солай ма? Жарай ма? Келесі тапсырма сенікі, иә? Ұмытет. Аха. Мама. Неге аялада екі шар қалып қойды? Бір шар ғана артық тұғын, иә? Давайте. Әріпінен басталатын 5 сөз айт. Айта ғой. Кетір айт. Біреу. Тәртіп. Екі. Тамақ. Үш болды. Енді екі сөз. Тай. Тай. Телевизор. Дұрыс. Бес. Жарайсың, аяла келесі. Жапин. Ойбай. Ойбай. Жарай. Жоқ, жарай. Өзіне берші, өзіне берші.
Amerika mı? Men işi olamıyorum. Seniki ya. Boş. Өлең айтып бер. Өлең айтып бер, тағы да ма? Я. Қандай өлең айтасың? Дұрыстап өлең айтшы, әдемілеп бір. Ал баста өлеңді. Папа, я скучаю. Папа, я скучаю. Сосын үсті басым күлкі болып кетіпті ғой, тегі шалма шамыдан жылап сені ойыншықтармен бірге түсім болады мамама. Тез алып кетті, тек біреуің ғана суыстық қой, қошы мама тәлі. Вильямындағы тренд музыка ғой, бұл, Иә. Болды, қабылданды. Келесі тапсырма, Ерсұлтан. Мені болсыншы. Енді мен басқа философпен жарам. Жарап қой, я? Жарып көр. Жарылмайды. Жарылмайды. Мама, қатты жарылады екен, Ағаңның либі қарындасыңның, негізі аяланыкі ғой. Неше айланның шашын. Шашын тара. Айлан шашын тара. Ауырады ғой менікі. Тарағыңды алып кел, аяла. Шашын тарасын сенің. Тара енді әдемеп. Аяланың шашы үйісіп тұр. Ауыртпай. Аяланың түрін қара. Шаш. Тарағын. Қалай олай таратсын? Ерсұлтанның шаш тарамайтын көрініп тұр. Өзінің шашын ғана тарайды. Дұрыстап тарасай. Так, достар, осымен тапсырма бітті. Аяла мен Ерсұлтан өте қызықты ойнады. Тапсырмалардың барлығын бұлжытпай орындады. Енді сіздер комментарийға жаза кетіңіздер. Қолдап, пікір қалдырып, лайк басып, тіркеліп арнамызға. Және де ағасы немесе аяла қай жерде қалай ойнады, соны да жазып бағалай кетіңіздер. Сау болыңыздар, достар. Сау болыңыздар. Кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока. Пока.